Анастасия Городко халықаралық турнирде топ жарды. Қазақстандық фристайл могул шебері Францияның Пин қаласында өткен жарыста өзін жақсы көрсетіп, 2 мәрте жеңіске жетті, яғни алтын жүлде еншіледі. Бұған қоса Аяулы Мәміренова мен Антон Бандарев қола медальға ие болды. Отандық спортқа қатысты өзге жаңалықтармен Аслан Қаженов таныстырады. Аслан, қайырлы таң, сөз өзіңде. Қайырлы таң, Қайрат, рахмет. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Жәнібектің допинг қолданғаны расталса, чемпиондық белдіктерін тартып алады. Бұған қоса кемі жарты жылға спорттан шеттетеді. Бұл жөнінде қазақстандық кәсіпқой боксшының менеджері Берік Сұлтан мәлімдеді. Ол араға біраз уақыт салып, әлеуметтік желі арқылы көпшілік көкейіндегі сұрақтарға жауап берді. Айтуынша, бастапқыда алынған қан мен зәр сынамасы таза шықты. Кейін ВАДА мамандары қайтадан зәр сынамасын алды. Екі сынаманың арасында біз тамақтарды да, витаминдерді де өзгертпедік. Барлығы спортшыларға рұқсат етілген. Тіпті сол витаминдерді тексеруге де бердік. Бәрі таза. Бұл қалай болғанына әлі күнге дейін жауап жоқ, деді Берік Сұлтан. Қалай болғанда да нақты шешім қаңтардың 8-інде белгілі болады, яғни дәл сол күні Жәнібек Әлімханұлының Б допинг сынамасы ашылады. Айта кетейік, желісіміздің 15 қарашада тапсырған допинг сынамасынан тыйым салынған мельдоний препараты анықталған болатын. Артынша ВАДА ұйымы боксшыға ресми түрде хат жолдап, Жәнібек Әлімханұлы мен Ирасленди Лара кездесуі өтпейтінін жариялады. Егер сынама оң нәтиже көрсетсе, Жәнібектен WBO және IBF титулдарын алады. Бұған қоса жарты жылға, 1 жылға, не 1,5 жылға дисквалификация беру мүмкін. Бірақ біз ондай жағдайда да берілмейміз. Жәнібек небәрі 33 жаста. Кроуфорд 38 жасында Канелоны жеңді. Біз әлі талай белесті бағындырамыз. Айтпақшы, Барыс бүгін кезекті кездесуін өткізеді. Астанада Челябі қаласының трактор командасын қабылдайды. Матч 19:30-да басталады. Алматылық боксшылар жылда табысты аяқтады. Қалалық бокс федерациясы биылғы жұмысты қорытындылап, чемпиондар мен жүлдегерлерді марапаттады. 2025 жылы ересектер арасында 2 бірдей әлем біріншілігі болды. Бірін халықаралық бокс қауымдастығы ұйымдастырса, екіншісін әлемдік бокс ұйымы өткізді. Бахрейнде жасөспірімдер арасындағы Азия ойындары мен Азия чемпионаты болды. Одан өзге бірнеше халықаралық жарыстың жалауы желбіреді. Осындай ірі додаларда алматылық былғар қолғап шеберлері ұзын саны 52 медаль жеңіп алды. Оның 24 алтын, 15 күміс және 13 қола жүлде. Алуа Балқыбекова 2 дүркін әлем чемпионы атанса, Назым Қызайбай 3 мәрте төрткүл дүниені мойындатты. Виктория мен Елдана да ол жасалды. Абылайхан Досымбеков, Эльмир Мұхиддин, Ақерке Далабай бастаған қыз-жігіттер Азия біріншілігінің чемпиондары атанды. Боксшыларға бағалы сыйлықтар мен ақшалай сертификаттар табысталды. Жаттықтырушылар да назардан тыс қалған жоқ. Алуа қызымызға Алматы федерациясының, бокс федерациясының атынан көлікті сый-сипатқа беріп жатырмыз. Алдағы жылда үлкен бір жарысымыз бар, Азия ойындары. Соған біз уже дайындықты бастап кеттік. Салмағымды ауыстырғанына орай 24 жылы ондай көп нәтижелі, ондай керемет жыл болды деп айта алмаймын ол кезде өзім үшін. Бірақ осы жыл өте жақсы нәтижелер болды. Басты мақсат Азия ойындарында елімізге алтынымызды алып келу. Өйткені бізде Азия ойындарында әлі алтын болмаған әйелдер арасында.